Ертеде, кеңде көркем далада айбатты арыстан өмір сүріпті. Ол орманның патшасы саналып, барлық аңдар одан қорқатын екен. Бір күні арыстан үлкен ағаштың түбінде тынығып жатып, тәтті ұйқыға кетеді. Сол сәтте кішкентай ғана тышқан жүгіріп жүріп байқамай арыстанның үстіне шығып кетеді. Арыстан: «Кім ол? Кім менің ұйқымды бұзды?» Арыстан тышқанды табанымен басып ұстап алады. Тышқан: «Уа, арыстан аға, кешіріңіз. Мен сізге әдейі тиіскен жоқпын. Мені жіберсеңіз, бір күні жақсылығыңызды қайтарамын». Арыстан күліп: «Сендей кішкентай тышқан маған қалай көмектеседі дейсің?» Дегенмен арыстанның жүрегі жұмсарып, тышқанды босатып жібереді. Арыстан: «Ярайды, бар, жолың болсын». Арадан біраз уақыт өтеді. Бір күні арыстан аңшылардың құрған торына түсіп қалады. Ол қанша айбат көрсетсе де, тордан шыға алмай қатты қиналады. Арыстан қайғылы: «Көмек! Біреу көмек берсін!» Осы дауысты естіген тышқан жүгіріп келеді. Тышқан батылданып: «Уайымдамаңыз, арыстан аға, мен сізді құтқарамын». Тышқан өткір тістерімен торды кеміре бастайды. Аз уақыттың ішінде тор жыртылып, арыстан бостандыққа шығады. Арыстан таңданып: «Мен сені кішкентай деп менсінбеп едім. Ал сен мені өлімнен құтқардың». Тышқан күлімдеп: «Жақсылық ешқашан зая кетпейді». Арыстан ризашылықпен: «Сен маған үлкен сабақ бердің. Бұдан былай ешкімді кішкентай деп кемсітпеймін». Содан бері арыстан барлық жанға мейірімді болыпты. Бұл ертегі бізге мынандай ой салады: кішкентайдың да көмегі үлкен болуы мүмкін. Жақсылық әрқашан қайтады.